Қайырлы күн достар, сіздер мен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте оңай және өте қарапайым құраммен жасалынатын печеньенің рецептін ұсынғым келеді. Тез дайындалады. Видеоның соңына дейін көріп жасап көріңіз. Бізге ұн, сары май, крахмал және қант ұнтағы, сұйық май, жұмыртқа, қопсытқыш керек болады. Алдымен таза ыдысқа бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Оның үстіне қант ұнтағын салып, кішкене ғана миксерлейміз. Миксерлеп алғаннан кейін жұмыртқа, сұйық май және жүгері крахмалын саламыз. Жүгері крахмалы кез келген дүкенде бар. Осы жерде кішкене миксерлеп аламыз. Миксерлеу алдында осылай бір-бірімен араластырып алсаңыздар болады. Аз ғана миксерлеп болғаннан кейін үстінен електен өткізілген ұнды саламыз. Ұнның аз бөлігін салып алып, ұнымыз шашырап кетпес үшін миксердің көмегімен осылай қозғап алып, ары қарай кішкене ғана миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Миксерді алып, ұнымыздың кішкене бөлігін салып, және қопсытқыш саламыз. Осы жерде мен осындай силиконды лопаткамен қозғап алдым, яғни силиконды қасықпен кішкене қозғайсыздар. Ары қарай барлық ұнымызды салып, қолымызбен қамыр илейміз. Біздің бұл жерде қамырымыздың арасында сары май болғандықтан, біздің қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болады. Сондықтан көп илеудің қажеті жоқ. Бір-біріне біріксе болғаны, міне кішкене ғана қолымыздың көмегімен осылай илей отыра, жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Міне достар, біздің қамырымыз осылай шығуы қажет. Қамырдан кішкене бір шетінен алып, дөңгелек бөліктер жасаймыз. Міне қолымыздың көмегімен осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бірдей дөңгелек бөліктер жасап алыңыздар. Достар, осы жерде менің каналыма тіркелмесеңіз, подписаться батырмасын басып, және де лайк, комментарий қалдыруыңызды сұраймын. Міне барлық қамырымызды осылай дөңгелек етіп дайындап аламыз. Табаға пергамент қағазын қойып, барлық печеньелерімізді осылай орналастырып шығамыз. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай жасалынады. Мен осылай печеньелерімізге сән беру үшін шанышқының көмегімен әрқайсысын басып шықтым. Қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Барлығын осылай басып алғаннан кейін 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 25-30 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Міне достар, біздің печеньелеріміз дайын болды. Өте оңай жасалынады және аз ғана уақыт жеткілікті. Печеньелерімізді піскеннен кейін толықтай суытып аламыз. Шоколадты мен микроволновкада ерітіп алдым. Микроволновкада 1 секунд қана қойыңыздар, одан артық қоймаңыздар, күйіп кетеді. Міне печеньелерімізді барлығын осылай бір шетін батырып сәндеп шығамыз. Барлық печеньелерімізді осылай шоколадпен сәндеп дайындап алғаннан кейін, ары қарай печеньедегі шоколадымыз қатуы үшін тоңазытқышқа кішкене 10-15 минутқа салып қоямыз. Достар, менің каналымды қай қаладан қарап отырсыз, сол туралы пікірге жаза кетіңіздер. Және де жақындарыңызға өте дәмді, өте оңай осы дәмді печеньені жасап беріп, қуантып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.